Баршаға сәлем. Бір жылда 12 ай болса, адамда 12 мүше бар. Бір жылда 365 күн болса, адамда да соншалықты буын бар деседі. Бұның бәрі адам табиғатпен тығыз байланыста екенін анықтайды. Достар, жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қоңырау белгісін басып қойыңыз. Бала туылғанда ағзасында 300-ге жуық сүйек болса, ал ересек жасқа келген кезде сүйек саны 206-ға дейін азаяды. 7 айға дейінгі бала бір уақытта тамақты жұтып дем ала алады. Балалар көктемде тезірек өседі, сондықтан көктемде толыққанды тамақтанып жүргені жөн. Балалар тізе тостағансыз дүниеге келеді, ол тек 2-6 жас аралығында қалыптасады. 4 жастағы бала күніне орташа есеппен 450-ге жуық сұрақ қояды. Ал адам 24 сағатта орташа алғанда 4800 сөз сөйлейді. Ұрық өзінің 3 айында саусақ іздеріне ие болады. Адам миының сыйымдылығы 4 терабайттан асып түседі. Бір күн ішінде адам миы жер бетіндегі барлық телефондардан көп электрлік импульстарды тудырады. Көк көзді адамдар басқаларға қарағанда ауруға сезімтал келеді. Адам ағзасындағы қан тамырлардың жалпы ұзындығы 100 000 километрге тең. Адам денесіндегі қан тамыр болмайтын жалғыз ағза ол көздің қасаның қабығы. Ол оттегіні тікелей сыртқа ортадан алады. Адам түшкірген кезде ағзадағы барлық функциялар тоқтайды, тіпті жүрек соғысы да тежеліп қалады. Көзді ашып түшкіру мүмкін емес, байқап көріңіз. Тіс ағзадағы қалпына келе алмайтын жалғыз дене бөлігі. Ағзадағы барлық кальцийдің 99% тісте орналасқан. Ағзаңызда өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 килограммға тең. Тек 1% бактериялар ғана ауру тудырады. Адам аузында 40 000 бактерия өмір сүреді. Оңақай адамдар солақай адамдарға қарағанда 9 жылдай артық өмір сүреді. Оңақай адамдар тағамда оң жағымен шайнаса, ал солақай адамдар керісінше басым бөлігін сол жағымен шайнайды. Жыл сайын оңақай адамдарға арналған механизмдер пайдалану арқасында 2000-ға жуық солақай көз жұмады екен. Әлемдегі барлық адамдардың тек 7% ғана солақайлар. Сау адам аштыққа қарағанда ұйқысыздықтан жылдам өледі. 10 күн ұйқысыз жүрген адам өлімге душар болса, ал аштықтан тек бірнеше аптадан кейін ғана өледі. Адамның өмір бойы өсетін шашының жалпы ұзындығы орташа есеппен алғанда 725 километрге тең болады. Өмір бойы адам терісі орташа 1000 рет ауысып жаңарады. Әйелдердің жүрегі ерлерге қарағанда жиірек соғады. Адам жүрегінің көлемі оның жұдырығымен тең болады. Ересек адам жүрек салмағы шамамен 260 граммға тең. Адам жүрегі өмір бойы 182 тонна қан айдап үлгереді. Адам күлгенде 17 бұлшықетті пайдаланады, ал мұңайғанда 43 бұлшықет жұмыс істеп, бет пішімі өзгереді. Құлағын қозғалта алатын адамдардың 1/3 бөлігі ғана тек бір құлағын жылжыта алады. Есінеген кезде адам құлағы бірнеше секундқа саңырау болады. Ағзамызда шамамен 2000-дай дәм сезу рецепторлары бар. 60 жаста көпшілік адамдар өздерінің дәм сезу рецепторларын тең жартысына жуығын жоғалтады. Сары шашты адамдарда сақал-мұрт қараларға қарағанда жылдам өседі. Қатты шөлдеу барлық денедегі 1% су жоғалтқанда пайда болады. Ерін саусақ ұшынан 100-деген есе сезімтал болып келеді. Адам ағзасында ең күшті бұлшықет бұл тіл. Адам денесіндегі жылудың 80% бас арқылы сыртқа кетіп қалады. Сондықтан салқын күндері басыңыздан бас киімді тастамағаныңыз жөн. Көктемгі уақытта адамдардың тыныс алу жүйелері күзгімен салыстырғанда 3/1-ге көбірек. Адам ұйқыға кету үшін орташа 7 минут керек. Ұйқы кезінде адам теледидар көргеннен қарағанда көп калория жұмсайды. Достар, пайдалы әрі қызықты ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма жазылып қоңырау белгісін басып қойыңыз.